Бір қамырмен майға да буға да пісетін гүл бауырсақ дайындаймыз. Жаңа жылдық тәттілерді жеп әбден жалықтық. Енді осы тойымды дайындап көрейін дедім. Ең алдымен қазанға май құйып, үстіне қант салып ерітіп, ет, бет, сүйек бәрін салып жақсылап қуырамыз да тұз, бұрыш, томат пастасы, соя соусын қосып, 3-4 минут қуырып алып, пияз, сарымсақты қосып, үстіне сәбіз картопты қосып, 3-4 минутта қуырып аламыз. Қыздар қамырын алдын ала дайындап қоямыз. Ұнға тұз, ашытқы, сұйылмай, шым-шым суды қосып, қолға жабысатын қамыр дайындаймыз. Бетіне жауып, жылы жерге көтерілгенше қойып, көтерілген қамырды жайып, арасына сұйылмайды қосып, видеодағыдай орап шығамыз. Енді 4-5 минут қуырылған картопқа татымына қарай тұзын, суын, түрлі түсті тәтті болгар бұрышын қосып, қамырды орналастырып, бетін жауып, 40 минуттай пісіріп аламыз. Жарты бөлігіне ыстық бауырсақ дайындап жібердім. Мінекей осымен асымыз дайын. 1000 рет көргенше бір рет жасап көріңіздер. Дәмді аспен керемет үйлесетін цейлондық құрамы таза бай шайын ішуді кеңесетемін. Ыстық бауырсақпен бенетто оның шоколадты пастасымен жесеңіздер өте дәмді ас болсын.